Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз орам жапырақтан осындай керемет дәмді болып шығатын голубцы жасайтын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төмендегі описание қалдыратын боламын. Бізге ең алдымен осылай орташа көлемді 40 қабат, яғни капуста қажет. Осылай видеодағыдай етіп, астыңғы бөлігін алып тастаймыз, және де осындай қалың қабаттарын пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз. Содан соң қазанымызға су құйып, 40 қабатымыз салып, қайнатып аламыз. Енді голубцыйдың начинкасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін тартылған етке пияз, жуылып тазартылған күріш, содан соң аз ғана қызанақ қостым, ол міндетті түрде емес. Содан соң татымына қарай тұз және бұрыш, және де бір ас қасық сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын болды. Енді 40 қабатымыздың піскен бөліктерін осылай шанышқының көмегімен сүзіп аламыз. Қырық қабатты екі жағына қаратып пісіріп алуды ұмытпаңыз. Тек бір жағымен тұрса, үстіңгі бөлігі піспей қалуы мүмкін. Піскен 40 қабатымызды осындай бөліктерін алып тастап, ішіне начинкамызды салып, видеодағыдай етіп ораймыз. Сіздерге түсінікті болсын деп, тағы да көрсетіп жатырмын. Енді голубцыйымыздың сорпасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған майымызға сарымсақ, жуа және де сәбіз, содан соң картопты қосып, оның үстіне қызанақ салып, немесе томат пастасын салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Жақсылап қуырылған соң үстіне қайнаған су құямыз. Қазанымыздың бетін жауып, бірнеше минутта бұқтырып аламыз. Сорпамыз қайнаған соң, жаңағы ораған 40 қабаттарымызды, голубцыларымызды осылайша әдемілеп салып шығамыз. Бәрін жақсылап орналастырып болған соң, қазанымыздың бетін жауып, орташа отта 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осылайша біздің 40 қабаттан жасалған голубцыйымыз дайын. Дәмі өте керемет әрі сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұның дәмі бұрышпен жасалған голубцыйға ұқсас болып келеді. Өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.